Баршаңызға қайырлы күн, достар. Қалдарыңыз қалай? Бұл ұлдардың бөлмесі, бардак. Мен әлі сол үй жинап жүрмін. Қараңыздар, мына кошмарды мен сіздерге еще гардеробты көрсетейін, не болып жатқанын. Киім, әр бұрышта киім, аяқ киім, мынаны қараңыздар. Не деген масқара. Қазір осының барлығын реттейміз. Нару? Қашан жинайсың? Жинамаймын. Енді кетіп баратсың ба қашып? Но ничего, бұны ретке келтіретін менде керемет қыздар келді. Осының барлығын қазір бірге реттейміз. Жаным менің. Қазір мен сіздерді сол қыздармен таныстырамын, өйткені олар таңнан бері әлі жинап жатыр. Дәл қазір қыздардың бөлмесінде. Қазір көрсетемін. Сәлем қыздар. Қалдарыңыз қалай? Үлгеріп жатсыздар ма? Айнұр Өсербай өзінің командасымен келіп ретке келтіріп жатыр. Бұл организатор пространств деп аталады. Енді мен бұны қазақ тілінде айтқанда кеңістікті реттейді, кеңістікті қалыпқа келтіреді, ұйымдастырып береді, әр нәрсенің өз орны болу керек дейді Айнұр. Солай ғой, Айнұр? Да. Бұның бәрі менің өзімнің вешалкаларым. Позорный. Бұның барлығы мусорға тастаймыз. Қараңыздар, қандай күшті осындай әдемі вешалкаларын алып келді. Мұны реттеп бастап жатыр. Әдемілеп, мына жақта да уже айтпақшы осындай контейнерлерді Айнұрдың өзінде бар екен, өзімен ала келді. Қазір жайлап реттеп жатыр. Бүктегенде де, ой, қандай күшті қылып бүктейді. Осындай контейнерларды алып келіп жатыр да, өзімен бірге ыңғайлы екен. Мынаны ашып осы жерден алуға болады. Жалпы мына жерде ішінде не бар екенін көруге болады екен. Ой, у нас вещи памятные, туда мы уже сделали. Там получается классный такой металлический каркас. Они очень удобные, с разных сторон открываются. Не тяжелые, да? Не тяжелые, качество там очень хорошее. Вот здесь, видите, это у нас все, получается, мы вам выстраиваем систему в гардеробе, и у нас везде все одной серии. Просто контейнеры разных размеров, но везде один материал, один цвет. Вот вы даже посмотрите, у нас, видите, мы с вот плечиками подобрали специально. Плечики везде одинаковые. Тут у вас же интерьер такой светлый. Вот здесь как раз прям это все идеально сюда подходит. Ну все, вот это вот старое выбрасываем мы. Да, мы уже целую сумку собрали. Мында уже керек емес киімдерді беріп жіберетін деген киімдерді салып жатырмыз. Барлығын реттеп жатыр. Әрине тек қана киімдерді емес, бөлмені емес, сонымен қатар осы санузылды да реттейді. Бұл жердің де кеңістігін ретке келтіреді. Жаймендеп бұл жаққа да келеді. Мына жердегі тұрған шкафты, сұрманы столдағы, мынаның барлығын жалпы одно удовольствие болып жатыр. Өзім жинағандай үйді. Мені түсінетін шығарсыздар. Негізі мынау аппақ диван. Жігіттер үйде көп болғандықтан алдық та үйдегі барлық покрывалды үстіне лақтырдық. Любой үйде сондай шығар. Бұған әлі покрывал тігіп үлгерген жоқпын. Бұйырса тоже заказ берем. Үлгере алмай жатырмын. Анау керек, мынау керек, үшін бәріне үлгеру мүмкін емес болып жатыр.